стоматология білім беру бағдарламасына мемлекеттік грант бөлінбейді. Тек ақылы түрде оқиды. Тек қана біздің Ясауи университетінде квоталар бар, плюс Ясауи олимпиадасы бар. Қандай керемет жақтары бар, қандай оншамес жақтары бар, соны айта беріңіз. Дипломдарыңыздың сапасы қандай? Қай жерге дейін бара алады дипломдарыңыз? Түркі тілдес елдерде ностификациясыз жұмысқа қабылдауға мүмкіншілік береді. Бұл бізде үшінші себеп. Мықты себеп, негізі. Өте керемет себеп. Өйткені стоматологтарды ел арасында ең бай мамандық иесі деп айтса рас па? Клиникалық пәндерден сабақ беретін оқытушыларымыздың барлығы өздері дәрігер стоматолог болып жұмыс атқарады. Білім бар, ғылым бар, клиникалық тәжірибе бар. Яғни осы үш негізгі көрсеткішті ұштастырған білім беру бағдарламасы. Тарихи құндылығын анықтайсыздар. Мен қазір сізге спойлер берейін деп жатырмын. Айтпайсыз ба? Айтпау керек. Бұл спойлер болып қалды қазір. Бірақ негізі маған ұнап тұр мынау. Менде тағы бір сұрақ бар. Коррупциялық тәуекелдер. Не сұрағың келіп отыр? Көкейдегі сұрақ қой, көкейдегі сұрақ. Армысыздар, құрметті көрермен. Бүгін тағы да подкаст Ясауиді таңдауға 10 себеп. Сіздермен бірге бүгін стоматология факультетінің деканы Огилжан Бұрханқызы және әріптесім Жанна Жайлаубайқызы. Нұрасыл. Десе, бұл подкаст бізде еркін форматта. Огилжан ханым бір 10 себепті айтып отырып, біз сіздердің факультет туралы біліп алғымыз келіп тұр. Қандай керемет жақтары бар, қандай оншамес жақтары бар, соны айта беріңіз. Қайырлы күн. Ендеше, Түркістандағы Ясауи университетіндегі стоматология факультетін таңдауға бірінші себепті айтыңызшы. Өйткені біздің университеттегі стоматология факультеті Қазақстандағы ең мықты факультеттердің бірі. Қай жағынан мықты? Алдымен біздің университеттің географиялық орналасқан жеріне келетін болсақ, түркі әлемінің рухани астанасы Түркістан қаласының өзі ең негізгі бүйтіп саусақты шошайтып дейме қалай сөйтіп айтауға болады деп ойлаймын. Екінші себебіне келетін болсақ, екі мемлекеттің арасындағы келісімдің арқасында дүниеге келген университетте бүкіл түркі әлемдерінің жастарын бір шаңырақтың астына қосқан университет. Бірінші себеп, яғни локациясы. Яғни ата-ана уайымдамайды. Алматы Астанаға алысқа кетті деп уайымдамайды. Түркістан жылы, суық емес. Мегаполистерге қарағанда арзан, жаңағыдай орналасуы жылы. Адамдары, мысалы, қонақжай деген секілді, яғни қауіпсіз. Плюс қаланың ерекшелігіне келетін болсақ, соңғы кезде заманауи тұрғыдағы инфраструктураларға ие болған қала, плюс өмір сүру шарттары жеңілдеу үлкен қалаларға қарағанда. И жастардың қаласы. Сондықтан бұл бірінші себеп. Екінші себеп, екі мемлекеттің президенттерінің өзара келісімімен құрылған университет, бұл Қазақстандағы осындай деңгейдегі жалғыз университет, халықаралық жалғыз университет. Бұл бізде екінші себебі. Бір сұрақ бар. Жалпы стоматология факультеті жаңа айтып өттіңіз ғой. Қазақстандағы ең мықты факультеттің бірі дедіңіз. Дипломдарыңыздың сапасы қандай? Қай жерге дейін бара алады дипломдарыңыз? Біздің университеттің дипломы нақты стоматология факультетінің стоматология білім беру бағдарламасының дипломы түркі тілдес елдерде ностификациясыз жұмысқа қабылдауға мүмкіншілік береді. Кез келген Әзербайжан, Түркия, Қырғызстан. Түркияда да ностификациясыз, плюс жұмысқа орналасуға мүмкіндік береді. Плюс ары қарай оқуын жалғастыруға. Мысалға, бала резидентурада оқимын дейді, докторантурада оқимын дейді, сәйкесінше біздің дипломның сондай бір ерекшелігі бар. Күшті. Керемет. Бұл бізде үшінші себеп. Мықты себеп, негізі. Өте керемет себеп. Өйткені шында да сен оқисың, дипломың кез келген елге барған кезде сен жұмысқа орналасасың, біліміңді жалғастыра аласың. Керемет. Ал енді сонда сіздер бұл жерде стоматологияны үйретесіздер, оқытасыздар теориясын, және сіздермен білуімше сол жерде клиникада үйретесіздер. Практикада бар, Бұл біздің келесі жаңағы таңдау көрсеткішіміз. Стоматология білім беру бағдарламасы өте заманауи бағдарлама. Еңбек нарығының сұранысына жауап бере алады деп айта аламын. Өйткені бұл білім беру бағдарламасы үнемі жаңартылып отырады. Қандай сұраныс бар, қандай жаңалық бар. Сәйкесінше біздің бағдарламаның негізгі басым жағы, жақсы таманы білім бар,
ғылым бар, клиникалық тәжірибе бар. Яғни осы үш негізгі көрсеткішті ұштастырған білім беру бағдарламасы. Яғни мына жақта дәріс тыңдайды студент, мен енді осы сіздердің факультеттеріңізде болмаған, сондықтан маған қызық болып тұрады. Яғни дәрісті тыңдайды, барады, практикаға барады да, жаңағыдай кәдімгідей алдында манекен бола ма, аузын ашып тұрып зерттейді, көреді сол жерде. Алған дәрісін ұмытпай жатып бірден практикаға айналдырып жібереді. И солай ғой, Оны шынайы өмірге тікелей кіріп кетуге болмайды. Бірінші жаңа рөл ойнау керек қой, симуляциялық болу қажет. Сәйкесінше алғашқы бірінші, үшінші, бір мен үшінші курстың арасын біз преклиник деп айтамыз, яғни клиника алдыңғы. Бұл жерде балдар теориялық білім алады. Теориялық алған білімді симуляциялық ортада фантомдарда, муляждарда алдымен оны жасап үйренеді. Яғни не болу қажет? Қолыны практикаға үйрету қажет. Ал төртінші, бесінші курстарда олар уже сабақтар клиникаларда. Біздегі оқытушылардың адамдармен бірге жұмыс істейді. Бұл бізде уже келесі мықты көрсеткіш болып, өйткені біздің клиникалық пәндерден сабақ беретін оқытушыларымыздың барлығы өздері дәрігер, стоматолог болып жұмыс атқарады. Яғни клиницист, практик маман, плюс оқытушы. Яғни өзінің күнделіктегі тәжірибесімен студентпен бөлісіп отырады. Күшті ғой, өйткені ол өндірісте жүрген адам, сол клиникада соңғы трендтерді білетін адам, соны әкеліп теорияда үйретеді. Бұл бізде қаншашыншы себеп? Үшінші Алтыға кеттік. Мен санап отырмын. Менде бір сұрақ бар. Ақылы білім және талап. Ақылы бөлімде оқитын студент факультет үшін табыс көзі. Декан ретінде сіздің алдыңызда таңдау тұрса, білімі нашар, бірақ ақшасын уақытылы төлеп отырған студентті оқудан шығару ма, әлде факультет бюджетін сақтау ма? Сіз қайсысын таңдайсыз? Стоматология мамандығы, өздеріңізде білесіздер, бұл адамдың денсаулығы. Адамдың денсаулығы ең маңызды процесс. Біз үшін сапа маңызды. Ол бір жылдық төлемақы әрине Қазақстандағы басқа вуздармен салыстырғанда бізде төмен, бірақ маңыздысы ақша емес. Маңыздысы білікті түлек, білімді маман. Ертең біздің университеттің атының тасыған түлек қай жерде білім алған бұл сауатсыз дәрігер деген сөзді алып келмеу қажет бізге. Сізге осы жерде бір сұрақ. Өзіңіз оқытқан студенттерге барып өзіңіз емдетер ме едіңіз? Бар. Әрине. Почему? Бізде қазір осы Түркістандың алатын болсақ, әрине біздің, мен бағана бұны келесіде айтатын деген ойлаймын, бізде факультетте 504 студенттің 138-і шетелдік білім алушылар. Енді егер осы Түркістандағы жұмыс жасап жатқан біздің түлектерді алатын болсақ, ең мықты ортодонт біздің түлек. Ең мықты имплантолог біздің түлек, біздің оқытушылар. Не үшін? Бағана біз айттық қой, екі елде де диплом жүрек деп. Біздің студенттердің басым бөлігі міндетті түрде Түркияға барып стажировкалардан өтеді, міндетті түрде конгресстерге, конференцияларға қатысады. Яғни үздіксіз білімдерін дамытып отырады. Бұл біздің университеттің мотивациялық жаңағы потенциалының тағы бір көрсеткіші де. Ол негіз келесілерді айтылу қажет еді. Сіздер маған алдын ала сұрақ қойып жүрсіздер. Үздіксіз даму деген сөз заманмен бірге қадамдасу деген сөз. Сәйкесінше, мысалға, өзімдің балдарымның бір-екі өзіміздің түлекке қойдырттым. Потому что ол ең мықты ортодонт сол. И обычно маған сұрайды ғой, мына қай стоматологқа барады деп мен айтамын да, қай сала бойынша сізге не қажет? Протез ба, имплант па, бір-екі пе? Онда сіз мына жерде мына клиникаға барасыз. Олжан Бұрхан мына жерде деп айтыңыз деп айтады. Өйткені біздің түлек. Мен барлығын танимын. Түркістандағы бүкіл стоматологты танисыз. Қайсысы кім мықты екен? Енді жаңа айтқаныңыз, сіздер қай бағыттар бойынша білім бересіздер? Өйткені стоматологияның өзі бөлінеді ғой, жаңа өзіңіз айтқандай. Иә. Қанша бөлікке бөлінеді? Стоматологияда негізі 4 үлкен бағыт бар. Балалар стоматологиясы, жас ерекшеліктеріне байланысты, терапиялық стоматология, ортопедиялық стоматология және хирургиялық стоматология. Біз осы 4 сала бойынша бакалавриат деңгейінде барлық жалпы білімді береміз. А потом бізді бітірген соң балдар интернатура оқиды 1 жыл. Бұл біздің білім беру бағдарламасының тағы бір ерекшелігі. Мысалға, кеше мен өзбекстандық әріптестермен сөйлестім, ол жерде бағдарлама 5 жылда 1 жылдық клиникалық тәжірибе жоқ. Ал біздегі 1 жылдық интернатура оларға полностью клиникада 1 жыл тәлімгермен бірге клиникалық дағдыны жетілдіруге мүмкіндік береді.
Плюс одан кейін егер бала хирургия саласын таңдайтын болса, резидентурада хирургиялық стоматология оқиды. Балалар стоматологы болам десе, балалар стоматологиясын таңдайды. Ол уже более жаңағы узкий профиль дейміз ғой, уже тар мамандыққа солай кіреді. Бұл үшін бізде резидентура бар, медицина және стоматология салаларында. Өйткені жаңа қайталап айтамын, адамдың денсаулығы өте маңызды. Бұл қаншашыншы себеп болды? Бұны 7-ші себеп деп алайық. 7-ші себеп, иә. Енді 8-ші стоматологтарды ел арасында ең бай мамандық иесі деп айтасыз, рас па? Егер ол стоматолог білімді және білікті болса, стоматологтар өте көп. Осы жерде мен бір қалжың айтайын сіздерге. Мен өзім патологиядан сабақ беремін, патологиялық анатомиядан. Сөйтіп, жүрек қан тамыр жүйесін өтеміз ғой студенттермен. Сөйтіп, балаларға айттым, давайте енді жүректің суретін сызайық, көз алдарыңызға елестесін, ойларыңызда қалады. Сөйтсем, бір студентім жүректің ішіне доллар сызып қойыпты. Бұл доллар не? Ұстаз, бұл стоматологтың жүрегі қойды. Сондай қызықты болады бізде. Яғни сонымен рас болып тұр ғой, мықты стоматолог болса, ол бай болады. Өйткені қазір бір тіс емдету, мен айтайын сізге, құдай, дүниенің ақшасы. Өйткені сондықтан тісті күту керек. Әрине. Осы тақырыпқа сәйкес тағы да айта кетейін. Менің түркиялық достарым өте көп, стоматологияда оқитын. Сұраймын ғой, неге стоматология деймін ғой? Түркияға барып стоматолог болу ақша жағынан да, бедел жағынан да, мысалға сен стоматологсың ба, астарда үлкен бір жерге жиналған кезде стоматологтар төрге шығарып отырғызып қояды дейді. Ақша жағынан да көп. Элита интеллигенция деп айтады ғой. Элиталардың қатарына кіреді. Элиталардың қатарына кіреді стоматологтар Түркияда. Негізі денсаулық сақтау саласының бүкіл мамандарының интеллигенцияның элитасы деп есептейді. Әрине. Ол жаңағы сол мамандығына байланысты болса керек. Нәтижесінде адам өмірін. Адам өмірі ғой, негізі маңыздысы адам өмірі. Сондықтан бұл 8-ші себеп деп айтайық. Өйткені шынында да ол. Бірақ ол жайдан жай сондай құрметке ие бола алмайсың. Оны надо заслужить деймі. Білім. Әрине, бұл неше жылдық үздіксіз сабақ оқу, кітап оқу, түнімен оқығаны күндіз күні практикада жалғастыру. Плюс ол жерде олар мысалға клиникалық тәжірибеге барып жатыр ғой, сәйкесінше сұрақтар туындайды. И олар қосымша зерттей бастайды. Сәйкесінше бұл жерге ғылым ұштасады. И біздің білім беру бағдарламасының ерекшелігі 2-ші курстан бастап біз балдарға ғылыми зерттеулерге кіріспе сабағын береміз. Олардың қазіргі жастар өте дамыған, олардың миында көп деген сұрақтарға жауап тапқысы келеді. Сәйкесінше ондай ғылымға құштар балдарға біздің арнайы ұйым ашқанбыз, Skydent деген. Ғылымға құштар студенттер сол жерде бірге ғылыми зерттеулер жүргізеді, эксперименттер жүргізеді. Бұл біздің 9-шы себеп. Менде тағы бір сұрақ бар. Коррупциялық тәуекелдер. Не сұрағың келіп отыр? Көкейдегі сұрақ. Медициналық оқу орындарында баға сатып алу тырнақша ішінде, немесе таныс арқылы бітіру, бұл да тырнақша ішінде туралы стереотип өте күшті. Яғни оңтүстік Қазақстан облысында, жалпы Қазақстанда дейік. Сіз декан ретінде оқытушылардың 100% адалдығына сенесіз бе? Студенттердің оқытушыға пара ұсынуына жағдай жасайтын жүйелік қателіктер бар ма? Бар болса қандай қателіктер? Не дейді? Сәйкесінше өте орынды сұрақ, бірақ көкірегі ояу, көзі ашық жас студент біздің университеттің академиялық саясатымен танысқан болса, ол жерде студенттің құқықтары мен міндеттері өте әдемі жазылған. Тайға таңба басқандай, көзге көрініп тұр. Әрине. Біліп тұрған студентті ешкім бағасын төмендетуге құқығы жоқ. Потому что есть критерий, есть градация бағалаудың. Сәйкесінше мен декан ретінде енді көзбен көрмегенді қолмен ұстай алмайсың ғой. Сәйкесінше мен өзім көріп, өзім естіген жоқпын. Бар болуы мүмкін, жоқ болуы. Сізге бір студент келді, маған оқытушым осында 90 балл қоям деп уәде берген, бірақ Платоновқа 65 балл қойды деп сізге келетін болатын болса, сіз оқытушыға сенесіз бе, әлде студентке сенесіз бе? Бұлдай жағдайда сіздің жасайтын әрекетіңіз не болмақ? Процесс қалай жүреді?
дәл сондай ситуация болатын болса, бізде бұл көп болатын дүние. Сәйкесінше оқытушыны шақырам, оқытушымен сөйлесем, кафедра меңгерушісі болады. Сәйкесінше оқытушы мен студентті жүздестіруге болады. Бұл жерде студентті басып тастау емес. Студент бұл ересек адам. Бұл біздің болашағымыз, бұл біздің бет айнамыз. Сәйкесінше адалдық ең маңызды дүние. Мәселені анықтаймыз. Егер студенттің бағасы білім деңгейі 90-ға лайық болатын болса, шынымен сондай болатын болса, онда оқытушы түсініктеме жазады вице-ректордың атына, сәйкесінше бағалауда қателескендігін мойындайды. Сол түсініктемесінің негізінде платонстағы баға ауысады. Бірақ бұл жердегі мәселе, бұл жерде тағы бір басқа бір мәселе шығады. Өзара жаңа сіз айтқан келісу мәселелер. Негізі оптимальный вариант бұл жерде комиссия құрылып, студенттің білімін тексеру. Студенттің егер білім деңгейі 90. Яғни студент ары қарай буллингке ұшырап кетпейді? Жоқ. Анонимді болады ғой бәрі. Жоқ, әрине міндетті түрде. Буллинг деген ең дұрыс емес процесс. Енді біз болашағымызға балта шабуымызға болмайды. Олар біздің ертеңгі дәрігер ғой, ертең біздің балашаға соларға барады емделуге. Олар біздің университетіміздің атын алыстан ойлап тұрғаныңыз маған ұнап тұр да, өйткені ол 4 жыл оқуда кетті деген сияқты емес. Ертең соның алдына мен емделуге барамын ғой деген нәрсеңіз маған ұнап тұр. Өйткені солай берілген білім нәтижелі болатын секілді. Әрине. Ол тек қана менің балашағым емес, бұл біздің Қазақстанның болашағы болар. Біз егер қазіргі дамып жатқан жастардың алдына бөгет қоятын болсақ, олардың болашағына балта шабатын болсақ, яғни оларды адалдықтың, әділдік жоқ деген ойға келтіретін болсақ, біздің мемлекетіміздің болашағы не болады деген сұрақ қой. Яғни 10 жылдан кейін, 20 жылдан кейін біз қай нүктеде боламыз? Осы маңызды. Енді тағы бір жылына қанша сіздерге студент оқуға түседі және қанша дәрігерді сіздер диплом беріп шығарып саласыздар? Негізі, бұл жерде біздің университеттің тағы бір ерекшелігі, біздің бағдарламамыздың тағы бір ерекшелігі, өздеріңізге белгілі, әр университет қабылдау кезінде шекті балл қояды. Мысалы 140 балдың ішінен бір мамандықтарда 50 балл, бір мамандықтарда 60 балл. Біздің стоматология білім беру бағдарламасында соңғы 3 жылда шекті балл 100. Жоғары? Жоғары, өте жоғары. Басқа оқу орындарымен салыстырғанда ең жоғары шекті балл бізде. Бұл студенттер, оқушылар бір жағынан қиналуы мүмкін, бір жағынан бұл не ғой? Талап қой. Біз санға емес сапаға. Біз сапаға жұмыс істейміз. Мен бағана айттым ғой, бізде төлемақы Қазақстандағы басқа жоғары оқу орындарымен салыстырғанда төмен дедік қой. Кейбір университеттермен салыстырғанда 2 есе төмен. Бірақ біздің шекті балл жоғары. Яғни бізге келетін талапкер, яғни студент өте білімді студенттерді алып жатырмыз. Сәйкесінше, мысалға 100-ні қабылдап 50-ні шығару деген дүние жоқ. 100 бала түсуі мүмкін, оның ішінде ең аз дегенде 80-ні бітіріп шығады. Кейбір жағдайларда 85. Яғни 10% студент или басқа мамандыққа ауысады, или жаңа үлгерімінің төмендігіне байланысты шығып отырады. Немесе отбасылық мәселелермен. Отбасылық мәселелер мүмкін, бірақ отбасылық мәселелер бізде өте аз болады. Неге? Өйткені дәрігерлерде жеке өмір жоқ, стоматологтарда жеке өмір жоқ, уақыттары жоқ. Отбасылық мәселелер болғанда біздің университеттің тағы бір ерекшелігі, я не знаю, бұл плюсқа жату қажет, негізінде біздің университеттің мүмкіншіліктері өте жоғары ғой. Мысалға басқа бірде-бір оқу орында болмаған Түркия елінің гранттары бар, квоталар бар, сосын үздік оқушыларға арналған льготалық жеңілдіктер бар, отбасылық жағдайға байланысты жеңілдік бар да мысалға. Яғни білім ал, өзіңді көрсет, жеткілікті. Бұл да бір артықшылығы. Сіздердегі жыл сайын қанша студент жаңағы ұтқырлықпен Түркияға, болмаса шетелге барып келіп жатыр? Бұл да тағы бір біздің жақсы сразу. 10 емес, 15 қылайықшы. 15 себеп. Біздің университет Орхун бағдарламасына ие ғой. Сәйкесінше Орхун бағдарламасының аясында бізде жылда 5-6 студентіміз Түркия еліне барып оқып келеді. Бірақ бұл жалпы көрсеткіштен аз. Сәйкесінше одан басқа
біз өткен оқу жылдан бастап жақын шетелдермен, Өзбекстанмен, олармен де студенттердің академиялық ұтқырлық бағдарламасыны дамытып жатырмыз. Сәйкесінше жақын жер, университеттер жаңа өзара меморандум аясында жататын жермен қамтамасыз етіп отыр. А почему республикалық деңгейде клиникаларда біздің студенттер тәжірибесін жетілдірмеуге? Все-таки ол республикалық деңгей ғой. Ал осы оқу жылында біз уже Қазақстанның ішіндегі академиялық ұтқырлық бойынша студенттердің арасында жақсы дамыттық. Қазір біздің 3 студентіміз Астана медициналық университетінде білім алуда. Ал буквально бүгін біз Семейден келген 11 студентті бізде сабақ оқытып, соңғы емтиханын тапсыртып, транскриптпен қазір шығарып салудамыз. Яғни ішкі академиялық ұтқырлықта, сыртқы академиялық ұтқырлықта да дамып жатыр. Резидентурада олар резиденттер жоқ, сіздерде 5 бізде 5 жылдық. 5 жылдық. Плюс оқытушылардың академиялық ұтқырлығы соңғы 3 жылда өте қарқынды дамуда. Ішкісі болсын, сыртқысы болсын. Бұл жаңағы білім беру платформасындағы халықаралық байланыстарды өте қатты нығайтады. Жастар арасында да, оқытушылар арасында әрине ең қарапайым бір кино көрсең де бірдеңе аласың ғой. Тем более басқа өңірге барып, басқа вузға барып, олардың тәжірибесін мен бөлісу, олардан бірдеңе алу, немесе олар бізге келіп, неткен жылы университет деп кетті, мысалы, неткен оқытушылар жылы жүзді деп. Қызығып кеттім университетімізге. Өте қызығып кетті, Қанша профессор, қанша оқытушы бар? Стоматологияның именно өзінің бейіндік оқытушылар 51 оқытушымыз бар. Ғылыми дәрежелігі 40%-ді құрайды. Ішінде ғылым докторларымыз бар, профессорларымыз бар, PhD-леріміз бар. Соңғы жылдары ғылыми жобалардың аясында көптеген зерттеу жұмыстары жүріп отыр бізде. Бұл жыл 2025 жылда да медицинамен бірігіп стоматологиялық проект жұмысыны бастадық. Келесі жылы археологтармен бірге жұмыс жасап жатырмыз. Сәйкесінше қалай археологтармен қалай сонда? Яғни бұрынғы останктарды алып, қалдықтарды сіздер жасын анықтайсыздар, тарихи құндылығын анықтайсыздар. Мен қазір сізге спойлер берейін деп жатырмын, бермеймін. Айтпайсыз ба? Бұл спойлер болып қалды қазір. Бірақ негізі маған ұнап тұр, мықты ғой. Бұл өте үлкен. Бұл үлкен жоба. Өйткені адамның қанша ғасыр өтсе де басқа сүйектердің бәрі жоқ болып кетуі мүмкін. Бұл жерде бізде тағы біздің басқа оқу орнынан әріптес стоматологтарымыз қосылады жобамыз бойынша, жоспарымыз бойынша. Бұл біздің тағы бір плюсымыз ғой. Біздің университеттің көп бейінді болуы, біздегі археологиялық ғылыми зерттеу институтының болуы, жаратылыстану бағытындағы ғылыми зерттеу институтының болуы, мысалға IT бізде қандай дамыған. Қазір барлығымыз Айсана мемлекеттік бағдарламасының ішінде отырмыз. Студенттерімізге қандай мүмкіншілік, мысалға. Бұлардың барлығы өте үлкен мүмкіншілік жастар үшін. Мемлекеттік грант және жеке сектор. Мемлекеттік грантқа миллиондаған теңге бөліп стоматологтар дайындайды. Бірақ олардың 90% бірден жеке клиникаларға кетеді. Сіздіңше бұл мемлекет қаржысын тиімсіз пайдалану емес пе? Немесе факультет түлектердің мемлекет алдындағы міндеттемесін қалай күшейтер едіңіз? Бұл жайында сіз декан ретінде ойыңыз қандай? Соңғы 2 жылдан бері Қазақстанда стоматология білім беру бағдарламасына мемлекеттік грант бөлінбейді. Өйткені мемлекеттік стоматологиялық поликлиникаларда оған сұраныс жоқ. Өйткені стоматологияның бір ерекшелігі бағана айтқандай жеке сектор ғой. Адамдар көбірек жеке клиникаларға барады. Поликлиникаларда бар стоматологтар, бірақ жеткілікті деп есептелгенден шығар, наверное, мемлекеттік гранттың бөлінбеуі. Оған дейінгі соңғы 5 жылда 20 ғана грант бөлінетін. Егер Қазақстан бойынша 9-дан астам жоғары оқу орны стоматологиялық білім беретін болса, береді. Бірақ сол 20 гранттың 3-4-ін біз алатынбыз. Бір факультет болсақ та. Сәйкесінше олар ары қарай мемлекеттік мекемелерде жұмыс істеп береді. Сәйкесінше онда проблема жоқ. Сонда мүлдем грант жоқ дейміз. Тек ақылы түрде оқып жатыр ма? Тек ақылы түрде оқиды. Тек қана біздің Ясауи университетінде квоталар бар, плюс Ясауи олимпиадасы бар. Бұл да жастар үшін
болашақ студенттер үшін маған өте жаңалық болып отыр, мен бірінші рет естіп Мен де және жоғарыда айтып өттім ғой, түрік достарым стоматологияда көп оқиды деп, оның барлығы квотада университетімізде тегін оқып жатыр. Бірақ басқа мемлекеттен келгендері үшін Түркия мемлекеті оларға Қазақстан мемлекеті екеуі қосылып грант береді бізде. Жылда 20-30 ТТ гранты, бұл өте жоғары мүмкіншілік. Бұл шетелдік студенттер үшін де өте жоғары мүмкіншілік. Потому что жаңағы айтқандай, жаңағы мамандықтың сұранысқа ие болуына байланысты конкурс өте жоғары. Шетелдерде болсын, бізде де болсын, конкурс өте жоғары. Сәйкесінше, мысалы, өткен жылғы квотаның конкурсында шекті балл 114-ті құрады. 114 бұл өте жоғары. Мысалға 98 бен жалпы медицинада грантқа алуға болады. Ал бізде 114 шекті балл. Масқара, сіздерге оқуға түсу де қиын, оқу да қиын, масқара сіздер. Түссе оқып кетеді. Түссе оқып кетеді. Түсу керек оның өзі. Қаласа да қаламаса да оқып кетеді ма? Конечно. Бірақ ол, яғни мен сенімдімін, сіздердің студенттеріңіз әбден іріктелген. Өйткені сондай жоғары балмен оқуға түскен, қиналып түскен студенттер ол жерде оқымасына амал жоқ. Қаймақтар дейді ғой? Әрине. Сондықтан мықты, сіздер үшін өте қуаныштымыз. Сондай мықты мамандарды оқытып жатқандарыңызға біріншіден, екіншіден соларға мүмкіндік беріп жатқанына, және түрік квотасымен тегін оқып жатқан студенттерге. Сіздерде неше елден келген студенттер білім алып жатыр? Бізде жалпылама айтқанда 27 елден келген, 138 шетелдік білім алушы бар бүгінгі таңда. Бір ғана сіздің факультет? Стоматология факультетінің 29% шетелдік. Түркиядан, Ресейден, Әзербайжандан, уже бітіріп кетті. 5-ші курста қазір Түркменстан, Афғанстан, Өзбекстан, Қырғызстан. Бүгінгі подкаст қызық болды. Мен өзім өткен стоматология факультеті туралы көп нәрсе өзіме жаңалықтар аштым. Күшті дүниелері бар екен. Сондықтан Өгілжан ханым, осындай ақпаратты, жақсы, қызықты әңгімең үшін көп рахмет. Мен өзім таңғалып отырмын сіздердің жұмыстарыңызға. Жиі кездесіп тұру керек. Бізге келіңіздер, біздің факультетпен танысыңыздар, біздің клиникалық базаларымызбен танысыңыздар, білім алушылармен сөйлесіңіздер. Все равно жаңа олар сұранысты айтып отқан олар ғой. Сәйкесінше олардың ойы да сіздерге маңызды болады деп ойлаймын. Барайық. Видео, фотоға түсіп көріп. Маған қызық болып тұр. Біз сіздердің ауыз қуыстарыңызды зерттеп, барайық. Білмейдім, қазір стоматологтың алдына бару өте қымбат. Тегін мүмкіндік болып тұрғанда бару керек. Бізде соңғы бұл жыл бізде біраз ғылыми зерттеулер жүргізіліп жатыр ғой. Как раз ауыз қуысының аурулары мен метаболизмдік синдромдың арасындағы байланыс. Ол жердегі генетикалық предикторларды анықтау, адамдың иммундық статусына біріктіру. Яғни, мен постоянно бүйтіп айтамын да, стоматология бұл жеке сала емес, бұл денсаулық саласының бір бөлігі. Өйткені адамның ауыз қуысы өзі жеке бетінше жүрмейді ғой. Ол бір тұтас организмдің ішінде жүр. Мысалы, жүрек қандай маңызды болса, мысалы да бір тісі жоқ адам, значит, оның асқазанында уже кінәрат бар деген сөз. Міндетті түрде. Бұл үлкен бір организм, бұл механизм. Әр гайк, винттің, болттың өзінің қызметі бар сияқты. Әрине. Қазір енді мен сіздерге тағы бір қызық жаңалық айтайын. Ақыл тіс дейміз ғой, 8-ші. Обычно көпшілік жағдайларда ол ең соңынан шығаттан, ауыртып шығаттан оны жұлып тастайды. Ал соңғы ғылыми зерттеулерге қарайтын болсақ, адамдардың бүкіл жасушаларына бастау беретін стволовые клетки деп айтамыз ғой, stem cells, яғни дін жасушалар. Сол 8-ші тістің түбінде. Жылау керек па сонда? Жылайтсында жылаудың қажеті жоқ. Потому что ол бізге бүтін менде 2-ші курста бір студентім бар, Дамир Жақсылық деген. Буквально өткен айда Ташкентте өткен халықаралық конференциясында өзінің осы ғылыми баяндамасымен бірінші орынды иеленді. Жаңағы адамдағы осы тістердің регенерациясы, мысалы біз айтамыз, сүт тіс түсіп қалды, екіншісі болды, сонымен кетті. Жоқ, үшінші тісті шығару мүмкіншілігі бар. Яғни қазір ғылым бір жерде тоқтап тұрған жоқ қой. Ол үздіксіз дамып жатыр. Біздің бағдарламамыздың ерекшелігі де сол. Тек қана білім мен клиникалық тәжірибені беру емес, оған ғылымды ұштастыру. Қазір бір жерде тоқтап қалсаңыз, сіздің үстіңізден басып өтіп кетеді. Тоқтамай жүру қажет, тоқтамай даму қажет. Көп рахмет. Қалған 2-ші серияда деп. Жоқ, жалғастыру керек екен негізі. Өте қызық. Жаңа сіздің баяндама, жаңа конференцияға қатысқан студентіңізбен танысқымыз келіп отыр. Өйткені өте қызық тақырып екен. Осының кеше мысалы ақыл тісті біз ойлаймыз, артық сосын не үшін шығады деп ойлаймыз ғой.
оның да яғни табиғаттың заңдылығы әр жасуша өзінің орнында, миллиардтаған жасушаның әр жасушаның өзінің атқаратын қызметі бар. Олар да бұл өмірге жаңағы Абай атамыз айтпақшы бір кірпіш ретінде қалануға келіп тұр ғой. адамның ағзасында артық ештеңе жоқ. Ештеңе жоқ. Бәлкім келесі шығарылымда сіз айтып өткен студентіңізбен тағы бір шығарылым әңгімесін тыңдайық. Бізде ондай студенттер өте көп. Тағы бір не бар, бірақ уақытымыз шектеулі екен, оны басқа уақытта айтамын. Олардың тізімін беріңізші. Бүйтейік сонымен. Құрметті достар, біздің әңгімеміз созылып бара жатыр екен. Қызық, жалпы бұл сала қызық, жалпы Гүлжан ханымның айтып жатқан әрбір жобасы тақырыбы қызық болып тұр. Сондықтан да бұл факультетпен подкастымыз осымен аяқталмайды. Жалғасы болады міндетті түрде студенттермен жеке-жеке жаңағы шетелден келген 28 елден келген студентпен жеке-жеке 4 шығарылым кемінде. Танысқымыз келіп отыр. Содан өте қызық подкаст болды. Танымдық болды, көп нәрсені білдік. Және сол нәрсенің бәрін осы Яссауи университетінде жасалып жатқаны шыны керек мақтаныш. Әрине. Сондықтан келіп бұл жерде білім алуға тұрартындай айтуға болады. Көп рахмет. Шақырып қаламыз. Түлектерді, мектеп түлектерді. Жақсы, рахмет. Келесі кездескенше. Сау болыңыздар.